Ал алматылық емші ағзаға зиянды антибиотиктерді қабылдағанша тау-таста өсетін шөппен ақ емделуге болатынын айтты. Қазақ даласында өсетін сан алуан өсімдіктен дәрі жасап жүрген Сүлеймен Маралбай жылына 2000 адамның құлан таза айығып кетуіне жәрдемдесемін дейді. Ол осылайша халықтық медицинаның негізін қалаған Өтей Бойдақ Тілеуқабылұлының дара жолын жаңғыртпақ. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз басқалардан өзгерек. Қамшымен соқпай, жылан етінен сорпаны әзірлемейді, түйенің зәрін ішкізбейді. Емдік қасиеті бар өсімдік пен шөптерді теріп, оларды сұрыптап, дәрілер жасайды. Басқалары сияқты үйде қабылдамайды, кәдімгідей орталық ашқан. Бәрі заңды. Алматылық зейнеткер Нисахан Төлебисова бірнеше жылдан бері мүгедектер арбасына таңылып жүре алмапты. Бармаған жері, ішпеген дәрісі қалмапты. Бірақ денсаулығы жақсармаған. Ал бұл орталық туралы балалары естіп, аналарын әдейілеп осында ертіп келіпті. Қан үйіп пробкада тұрған секілді жаңа аяғыңды. Қан алайын десе, қан алынбайды. Әзір қою, жағын сұйық. Жетігін кейін алыңыз, жетігінен кейін қан алам. Үш банкі дәрі жасап бер, таңертең кешке ішетін. Қазір жақсы ма? Аяғым, ұйқым тыныш, жатсам жапсын ауырмайды. Дәріханадағы дәрілердің пайдасынан зияны көп. Bir ағзаңды емдетемін деп, екіншісін ауыртасың дейді емші. Есесіне өздерінде барлығы табиғи деп сендірді. Өзіміздің осы Қазақ даласында қанша мыңдаған түрлі шөптің түрі бар. Ондай шөптің түрі мынау көрші Қытай елінде де, басқа елде де жоқ. Табиғатымыз бай. Сол табиғатымыз бай шөптердің түрінен пайдаланып, осы халқымыздың денсаулығын сол шөппен ақ нығайтуға болады. Шетелдің жаңағындай денсаулыққа зиянды антибиотиктерін бермей. Ал бұған қатысты дәрігерлер не ойлайды екен? Оны өздерінен сұрап көрейікші. Шөптің өзінен осы мемлекеттің өзінде дәрілер жасайды. Қарағандыдағы шөптерден, Шымкенттегі фабрикаларда жаңағы заңды сертификат өткен шөптен дәрі жасайды. Оны ішкенге мен қарсы емеспін. Бірақ ол шөптің өзі де ол дәрілік ем қасиеттері бар. Сондықтан оны да бет алды көп ішуге болмайды. Өзінің жаңағы негізінен отвар қылып ішеді, оны қайнатып ішеді, суға қайнатып. Сол суға қайнатып ішкен кезде өзінің мөлшерімен ғана ішу керек. Қалай болғанда да шөп дәріні ішіп, жылына 10 я 100 шақты емес, 2000 адамдай құлан таза айығып кетеді екен. Таңқаларлығы дәрілік шөптер аурудың барлық түріне шипа болатын көрінеді. Ал емшінің өзі бұл аспаннан түскен емдеу түрі емес. Оның негізін қазақтың әйгілі шипагер ғалымы Өтей Бойдақ Тілеуқабылұлы қалап кеткен дейді. Нұрай Құрақбай, Ұлан Тәліпбай, Айнұр Құнанбаева, Қаламқас Нысанбай, Іңкәр Мұсатаева, Басы жаңалықтар.